жаймен кіріп жатыр. Бірақ мына жақтардың бәрі толып тұратын. Бірақ мына жақтың бәрінде көлік аз. Сағат қазір 9:30 шамасы. Бірақ көлік аз. Бұл уақытта басқа күндері бір ай бұрын толып тұратын. Түсірілімнің бастамасын мынау 14-ден бастайық. ВАЗ 2011 жылғы 1.6 механика 1.350.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанақтың жағдайы орташадан төмен десе де болады. Сәл мынау арка жағында косяк бар екен. Бірақ жөндеуге болады оның бәрі жасалады айдайым деген адамға. Басқа жерінде бәрі түгел сияқты. Mazda 626. Сыртқы шанағының жағдайы орташадан төмен десе болады. 90 жылғы 650.000 сұрап отқан жайы бар. Сырты осындай. Део Nexia 2012 жылғы 1.5 механика 2 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағынан мынандай. Nissan Zafira 96 жылғы 2 объем, коробкасы автомат 2.200.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағынан да қарасақ болады. Бәрі жақсы. Тағы да Zafira тұр екен, бірақ бұл универсал. Nissan Zafira 97 жылғы 1.5 коробкасы автомат 2.800.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Дискілерді әдемілетті. BMW 525 93 жылғы механика 3 миллион сұрап жатыр. Сыртқы кузовның жағдайы жақсы десе болады. Так, мынау бізде не? Бұл бізде қазақтың сүйіп айдайтын көлігі Toyota Camry. Camry 35 2004 жылғы 3 объем автомат. Бағасы 7.200.000 сұрап жатыр. Жылы ескі көлікке бағасы сай емес секілді. 7.200.000 сұрап жатыр. Қымбатырақ сияқты 2004 жылғы көлікке. Бірақ сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Lexus GS 300 объемы 2002 жылғы автомат 4.700.000 сұрап жатыр. Бағаларына қарап отсам әлі түспеген секілді. Бағаны сол ұстап тұр. Көліктер. Шынымен де кішкене көліктер азайып қапты. Базарда міне. Мына жақтың бәрі бос болып қалған. Toyota Mark 2
99 жылғы 2 объем автомат 3 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі салоны таза. Evet. Артқы жағы. Бәрі нормально. BMW 540. BMW 540 94 жылғы Япошка 6 миллион сұрап жатыр. Сыртқы көліктің жағдайы жақсы десе болады. Привозной стоит. Масло. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі салоны орындықтары кожа. Таза. Артқы жағын қарасақ. Артқы жағы да таза. Жақсы бәрі. Toyota Avalon 2005 жылғы 3.5 6 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі бәрі жақсы. Toyota Camry 50 Американец 2.5 объемы, бағасы 8 миллион 600 сұрап жатыр. Жағын жазбаған. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Toyota Camry 40 2006 жылғы европеец 2.4 автомат 6 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі мынандай.